Аяқ-қолдың жиі ұюы. Нені білдіреді? Аяқ-қолдың ұйып қалуы адамда жиі кездесетін құбылыс. Негізінен ол табиғи жағдайда адам қолайсыз отырып қалғанда, аяқ киім қысқанда, тағы басқа жағдайларда орын алады. Бұл қалыпты жағдай. Яғни себебін білсеңіз, одан қорқыныш жоқ. Ал аяқ-қол ешқандай себепсіз үйі берсе, онда дәрігерге көрінген абзал. Оның мынадай себептері болуы мүмкін. Жас ұлғаюына байланысты шеткі жүйке жүйелерінің невропатиясы. Яғни ми мен жұлыннан алшақ жатқан жүйке талшықтары бүлінген. Диабеттік невропатия екінші типті диабеттің басталуы. Көбіне аяқ ұйыды. Витамин, минерал, В тобы, Р витаминдері, магний, калий, кальций жетіспеуі немесе оның артықтығы да бұған себеп бола алады. Қан аздық бұл кезде қанға оттегі жетіпсейді, бұлшық етте сүт қышқылы көп. Алкогольдік невропатия. Бұл да шеткі жүйке талшықтарының бүлінуінен болады. Кейбір жұқпалы инфекцияларда жұқпалы герпес, қызыл жегі, қызамық жетіспейді. Бұған себеп. Ауыр металдардан қорғасын, мышьяк, сынап, талий, кейбір өнеркәсіп қалдықтарда деп улану да аяқ-қолдың ұюы арқылы белгі береді. Өкпе обырына қарсы, вирусқа қарсы кейбір дәрілер, жалған дәрілер де аяқ-қол ұюын туындатады. Ревматоидтік артрит, қызыл жегі, волчанка да осындай құбылыс тудыра алады. Гипертония, цирроз, атеросклероз, артрит, тағы басқа созылмалы дерттер де оған себеп. Қан айналымы бұзылғанда, қан қоюланғанда, тамыр атеросклерозында, жүрек ишемиясында, стенокардияда, тромбоз, инсульт, инфаркт кезінде аяқ-қол жиі ұйыды. Жүйке қысылып басылып қалғанда, бұған омыртқа жарығы, оның қысылуы жатады. Жарақат алғанда ауыр салмақ түсінеді, орта жүйке, білек өзек үнемі бір қалыпты ұзақ қозғалғанда да аяқ-қол жиі ұйыды. Бұл тұқым қуалау жолымен де келеді. Темекі шегушілерде де бұл жиі кездеседі. Өйткені бұл кезде тамыр тарылып, шеткі жүйкелерге оттегі баруы нашарлайды. Ұйқыға жатарда тамыр тарылтатын сусын, алкоголь, кофе алғашында тамырды кеңейтсе, кейін керісінше әсер береді. Тамақ, ащы дәмді, аяқ-қолды ұйытады. Ағзаға жақпайтын диета кезінде де осындай құбылыс байқалады. Орталық жүйке жүйесіндегі қалыпсыздықтар кезінде де ұсақ тамырлар құрысып, тері қуарады, аяқ-қол ұйып суынады. Жаңғалақтық склероз, қатерлі ісік кезінде де осындай құбылыс жиілейді. Стрестік жағдайлар, қорқыныш және тағы басқа психосоматикалық кездерде де осындай жағдай байқалады. Қысқасы, аяқ-қолдың қандай да бір себепсіз жиі, ұзақ уақыт қайталап ұюы байқалса, уақыт өткізбей дәрігерге көрінген жөн.